Қазақстан штрафы көбейіп жатыр, жүрген тұрысымыз, бірақ Қазақстан байып жатқан жоқ. Наоборот, құрдымға кетіп баратыр. Жүріс тұрысымыздың бәрі штраф қой. Түкіргімізге дейін штраф болды ма? Енді боғауыз сөзге міне 1 февральдан бастап штраф салынады. 69.900 теңге немесе 1 айға қамауға алынады. Жүріп тұрысымыздың бәрі штраф, бірақ Қазақстанның бюджеті толып жатқан жоқ. Өтірік емес бұл. Қазақстан қымбатшылық. Қазақстанда шыны керек, қазір өмір сүру мүмкін емес болып баратыр. Байлар байып жатыр, біз сияқтылар наоборот құрдымға кетіп баратырмыз. Әйтеуір бір күндік нанымызды жегенімізге тәубашылықпен келатырмыз. Аллаға шүкір депші. Неге госоргандарды штрафовать етпейсіздер? Акиматтарды мысалға қазыналарыңызды толтырғыңыз келеді екен. Әкімдердің зарплаталары миллионға татиды мысалға. Неге соларды штрафовать етпейсіздер? Мен алысқа бармай қойын, Текелі қаласын айтайыншы. Қысы бойы көк тайғақ мұз. Қазір тізеге келетін суды кешіп жүрміз. Қысы бойы суға таршылық. Әркімнің үйінде 5-литровый баклажкалар тұрады. Өйткені білмейміз қай уақытта суық суымыз өшіп қалады, артынан бір күн бойы қара су ағады. Неге штрафоваться етілмейді? Оларда миллион зарплата. Біз сияқты 50 мың 70 мыңға қарап атқан жоқ. Қазынаны толтырғыларыңыз келсе. Неге Қазақстанда өмір сүріп жүріп, біз қазақ тілінде ақпарат ала алмаймыз? Аудармашымен жүретін халге жетіп келатырмыз, өтірік емес. Жақында болған оқиға осы Текелі қаласында. Қазақ азаматы Корей султына барып домофонның кілтін ауыстырған үшін сен аудармашымен неге менің алдыма келмейсің деп айтқан. 102-ге хабарласады. 102 ештеңке істемейді. Тәтеміз ашулы күйі маған келеді. Айжан, не істесем болады? Ішім күйіп барады. Қазақстанда жүріп аудармашымен жүретін халге жеттім ба деп. 102-нің қызметкерін шақырамда, кеше қандай жағдай болды, неге сіздер арызын қабылдамадыңыз деп айттым, сол еді, сен кімсің деді. Менімен сөйлесу үшін дейді полиция қызметкері, сен корочкаңды көрсет дейді. Мен журналист емеспін, мен Қазақстан азаматымын деп едім, маған қойшы барар деді. Сен ба не дейді, видеоға түсіретін. Неге соларды штрафоваться етілмейді, өйткені қызметтерін дұрыс көрсетіп жатқан жоқ. Бәрі тірелетті, қара халыққа келеді. Қара халық страдать ететін біз. Өтірік емес. Шаршадық. Уже айтатын сөз жоқ.